Саламатсыздар ма, курс тыңдаушылары. Екінші дәрісіміздің тақырыбы гидравлика жөніндегі мәліметтер, сұйық ағынның режимін анықтау, сұйықтықтардың мөлшері және қозғалыс жылдамдығын. Негізгі дәрісте қарастырылатын сұрақтар бұл термодинамикалық тепе-теңдік заңы, процестің өту бағыттары, қозғаушы күші, гидравлика жөніндегі жалпы мәліметтер, сығылатын және сығылмайтын сұйықтықтар, идеалды сұйықтық туралы түсінік, нақты сұйықтықтарға әсер ететін күштер, сұйықтықтардың қозғалу түрлері және режимдері. Гидравликада гидромеханиканың заңдары және оларды іс жүзінде қолдану қарастырылады. Яғни гидравлика бұл екі үлкен тармаққа бөлінеді. Бұл гидростатика, сұйықтықтар мен газдардың тепе-теңдік заңдарын қарастырылады, ал гидродинамика бұл сұйықтықтардың қозғалыс заңдарын қарастырады. Гидродинамикалық заңдылықтар бұл жылу алмасу, масса алмасу және химиялық процестерінің өту жолдарын анықтайды. Табиғатта кездесетін сұйықтықтар нақты сұйықтықтар деп аталады. Мұндай сұйықтықтар тамшылы және серпімді, яғни тамшылы дегеніміз бұл сұйықтықтың өзі, ал серпімді дегеніміз бұл газдар немесе булар болып бөлінеді. Тамшылы сұйықтықтар іс жүзінде сығылмайды және олардың көлемдік ұлғаю коэффициенті аз болады. Серпімді сұйықтықтардың көлемі температура мен қысым өзгергенде өте көп өзгереді. Нақты сұйықтықтарға әсер ететін күштер. Сұйықтықтар және газдардың тепе-теңдік шарты, олардың белгілі бір көлеміне әсер ететін күштер арқылы анықталады. Бұл күштер өздерінің табиғатына байланысты немесе әсерінің түріне байланысты беттік және массалық болып бөлінеді. Массалық күштерге жатады бұл, яғни ауырлық күш немесе инерция күштері. Тығыздық және меншікті салмақ. Сұйықтықтың көлем бірлігіндегі массасы ол сұйықтықтың тығыздығы деп аталады. Және бұл Си системасында килограмм бөлінген метр куб немесе килограмм сантиметр квадрат бөлінген метр 4 дәрежесінде өлшенеді. Сұйықтықтың көлем бірлігіндегі салмағы сол сұйықтықтың меншікті салмағы деп аталады. Тамшылы сұйықтықтардың тығыздығы мен меншікті салмағы қысым мен температура өзгергенде өте аз өзгереді, ал серпімді сұйықтықтарда бұл яғни едәуір көп өзгереді. Газдардың тығыздығы жеткілікті идеал газ күйінің теңдеуі арқылы есептеледі. Яғни идеал газ күйінің теңдеуі бұл ПВ тең болады МРТ бөлінген М. Бұл тығыздыққа кері шама, яғни газдың масса бірлігіндегі көлемі меншікті көлем деп аталады. Гидростатикалық қысым. Келесі өлшем бұл гидростатикалық қысым. Беттік және массалық күштердің әсерінен сұйық ішінде гидростатикалық қысым пайда болады. Бұл тепе-теңдікте тұрған жүйенің ішінен элементтер ауданды бөліп аламыз. Бұл ауданға нормаль бойынша дельта П күші әсер етеді. Бұл яғни гидростатикалық қысым болып саналады. Ал осы қатынастың дельта F нөлге ұмтылғандағы шегі осы нүктеде гидростатикалық қысым деп аталады. Сұйықтықтың кез келген нүктесінде гидростатикалық қысымның барлық бағыттағы шамасы бірдей болады. Қысымды өлшейтін приборлар бұл яғни манометр немесе вакуумметр деп аталады. Және П абсолюттік және П атмосферлік қысымдарының арасындағы айырманы көрсетеді. Егер көлемдегі қысым атмосферлік қысымнан көп болса, онда бұл айырма артық қысым деп аталады. Және келесідей формула бойынша анықталады. Беттік керілу. Беттік керілу дегеніміз көптеген процестерде тамшылы сұйықтықтар қозғалысы кезінде газ немесе бір-бірімен араласпайтын басқа тамшылы сұйықтықтармен жанасады. Бұл кезде сұйық тамшы басқа сұйықтықтағы тамшылар немесе сұйық газдардың көпіршіктері шар тәрізді формаға жақын формаларды қабылдайды. Жанасу бетін көбейту үшін, яғни жаңадан беттер пайда болу үшін белгілі бір энергияны жұмсау қажет. Жаңадан пайда болатын бетке жұмсалатын жұмысты фазалар арасы немесе беттік керілу деп аталады. Беттік керілу сигма әрпімен белгіленеді. Беттік керілу температура өскен сайын азаяды. Яғни сигманың мәні қатты заттардың тамшылы сұйықтықтармен сулануын сипаттайды. Сулану абсорбциялық ректификация аппараттарда өтетін процестердің гидродинамикалық шартына едәуір әсер етеді. Анықтама әдебиеттерде беттік керілу сұйық ауа шекарасында беріледі. Екі араласпайтын сұйықтар жанасқанда беттік керілу сұйық газ шекарасында, яғни кем болады. Су ауа шекарасында сигма 53
60-ке тең болатын болса, ал су бензол шекарасында бұл 35-ке тең болады. Гидродинамиканың зерттеу пәні. Гидродинамика сұйықтың қозғалыстағы күйін зерттейді. Қозғалыста тудыратын күш ретінде компрессор мен насостардың жұмысы кезінде туатын әртүрлі қысымдар және сұйықтықтардың әртүрлі сатыларында тығыздығын аламыз. Гидродинамиканың мақсаты берілген көлемдегі қозғалыстағы сұйықтың қысымда немесе берілген қысымдағы қозғалыстағы сұйықтың көлемін есептеп шығару болып табылады. Сұйықтықтардың қозғалысы әртүрлі каналдың ішінде болуы мүмкін. Құбырлардың, технологиялық аппараттардың ішінде. Әйтеуір ағын қабырғаларымен шектелгенде сұйық құбырлардың сыртын жана өтуі мүмкін. Мысалы, жылу тасымалдағыш құбырдың үстімен немесе жылу тасымалдағыш аппараттарда сұйық аппараттардың немесе каналдардың ішіндегі заттан өткен кезде, яғни қозғалысқа келеді. Мысалы, кеуекті материал арқылы өткенде. Реалды сұйықтықтардың қозғалысы кезінде көптеген көрсеткіштер өзгерісін ескеруіміз керек. Олар қозғалыстың математикалық зерттеулерін қиындатады. Сондықтан бұл жағдайды схема түрінде түсіндіретін болсақ, онда қарастырылып жатқан сұйықтық ағынын әртүрлі ағыстар қосындысы ретінде қарастырамыз. Егер орташа жылдамдықты қысымның және басқа да өзгерістер бар айналымға тәуелді болса, яғни бұл x ол ағынның осымен жүретін болса, қозғалыс бір өлшемді, егер екі айнымалы координатаға тәуелді болатын болса, яғни x, y, онда екі өлшемді немесе жазықтықты. Егер үш координатаға, мысалы x, y және тәуелді болатын болса, бұл үш өлшемді немесе кеңістіктік деп аталады. Теориялық гидродинамикада негізінен екі өлшемді немесе үш өлшемді қозғалыстар қарастырылады. Сұйық жылдамдығы немесе мөлшері жағынан шығынын анықтау. Сұйықтықтарды құбырда тасымалдау көп таралған операциялардың бірі болып саналады. Сұйықтық құбырда, каналдарда, аппараттарда қозғалысы қысымның өзгеруінен болады. Ол арнайы машина насостары немесе сұйықтықтың әртүрлі сатыларына байланысты. Бірлік уақытта ағынның қимасынан жүріп өткен сұйықтықтың көлемін сұйықтықтың көлемдік шығыны деп атаймыз, және бұл Q әрпімен белгіленеді. Жоғарыда айтылғандай тұтқырлыққа байланысты ағынның көлденең қимасындағы сұйықтықтың кішкене мөлшерінің жылдамдығы бірдей болмайды. Ағынның осінде максималды, ал құбырдың қабырғасында нөлге тең болады. Сондықтан дәл нақты жылдамдықты есептеп шығару қиындық туғызатын болса, инженерлік есептеулерде орташа жылдамдық деген шаманы қолданамыз. Бұл жағдайда сұйықтықтың мөлшері бірдей жылдамдықпен қозғалады деп есептейді. Сұйықтықтың көлемдік шығыны Q ағынның қимасының ауданына қатынасы, бұл яғни жылдамдықты анықтайды. Және W кішкентай W әрпімен белгілеуімізге болады. Ағынның гидравликалық элементтері. Бұл яғни біріншіден бұл жанды қиманың ауданы, S немесе ағынның жанды қимасы деп аталады. Бұл қозғалыстың бағытына перпендикуляр болатын ауданды айтамыз. Екінші, бұл гидравликалық радиус. Суланған периметрдің ағынның жанды қимасына қатынасын арқылы гидравликалық радиусты анықтаймыз. Келесі суланған периметр, ол P әрпімен сұйықтықтың белгіленеді, ол сұйықтықтың жанды қимасының периметрі деп аталады. Суланған периметр қатты беттермен жанасқан ақиқат қиманың контурының ұзындығын көрсетеді. Қозғалыстың түрлері құбырлардағы қозғалысты қарастыратын болсақ, бұнда қозғалыстың түрлері яғни әртүрлі жүруі мүмкін. Яғни бұл біріншіден стационарлы, яғни қалыптасқан, немесе стационарлы емес қалыптаспаған болады. Қалыптасқан қозғалыс кезінде сұйықтықтың жылдамдығы уақытқа тәуелді емес, және ағын кез келген жерінде бір қалыпты болады. Бұл яғни бірінші суретте көріп тұрғанымыздай стационарлы бір қалыпты қозғалысты көруімізге болады. Ал екінші суретте бұнда бізде қозғалыстың қалыптаспаған қозғалысын көреміз. Бұл яғни стационарлы емес, бұл жылдамдық кеңістікте ғана емес, бұл яғни қозғалыстың жылдамдығы уақыт бірлігінде де өзгеріп отырады. Қалыптаспаған қозғалысқа мысалы бір яғни ыдыстағы сұйықтықтың ағып өтуін қарастыра аламыз. Егер ыдысқа үздіксіз сұйықтық толтырылып тұрмаса, ішіндегі сұйықтықтың көлемі яғни азая береді. Сондықтан оның ағу жылдамдығы да уақытқа байланысты өзгеріп отырады.
Сонымен қатар жаңағы сұйықтықтың қозғалыстығын қарастыратын болсақ, бұлар яғни негізгі зерттеушілер бұл яғни Хаген 1969 жылы, 1880 жылы Менделеев және 1883 жылы Рейнольдс, яғни осы сұйықтықтардың қозғалысын режимдерін яғни зерттеген, және осы сұйықтықтар қозғалысының режимін зерттеуге арналған прибор бұл Рейнольдс приборы деп аталады. Яғни суретте көрсетілгендей сұйықтықтардың жылдамдығының өзгерісін анықтайтын прибор жаңағыдай құрастырылған. Осы прибордың арқасында және есептеулердің арқасында Рейнольдс яғни сұйықтықтар қозғалысының әртүрлі режимдерін көрсетілген. Бұл яғни Рейнольдс саны деп аталады. Рейнольдс саны RE әрпімен белгіленеді. Және осы RE әрпінің мәніне байланысты сұйықтықтардың біз қандай режимде қозғалысып жатқанын анықтай аламыз. Бұл біріншіден ламинарлы режим. Егерде RE Рейнольдс саны 2300-ден кем болатын болса, бұл яғни ламинарлы режимді көрсетеді мәні. Егерде RE саны 2300-дің ортасында болатын болса, яғни одан кем емес және аз емес болатын болса, бұнда бұл ауыспалы режим деп аталады. Яғни бұл режимде ламинарлы режимде болуы мүмкін, турбулентті режимде болуы мүмкін. Егерде Рейнольдс саны 2300-ден жоғары болатын болса, бұл яғни турбулентті режимді қарастырады. Осылайша ағындардың жылдамдығы бірнеше түрге бөлінеді. Бұл яғни ламинарлы режим, ауыспалы режим және турбулентті режим болып бөлінеді.